Сонымен Windows операциялық жүйенің түрлерімен және де операциялық жүйенің екі разрядтық операционный системаға, яғни битке бөлінетінін біз білдік, 32 және 64 екенін. Енді сіздерге бұл ақпарат жалпы басқа да бағдарламаларды жүктеп скачеттап алатын кезде өте пайдалы ақпарат болды деп сенемін. Енді сіздер өздеріңіз скачеттап алатын қазіргі OBS және де Camtasia бағдарламаларын мен арнайы Telegram канал ашып, сілтеме осы видеоның астында описанияда тұрады, сол сілтемеге бассаңыздар, осы Telegram каналға өтесіздер. Бұл Telegram каналда не бар? Сіздерге қажетті жаңағы 32 битке арналған Movavi Screen, мына сілтемені басып өтіп жүктеп аласыздар. 64 биттіктерге арналған Camtasia, мына сілтемені басып үстінен өтіп жүктеп аласыздар. Және де OBS Studio 64 битке және де 32 битке арналған екі сілтеме. Сіздікі 32 болса 32-ні басасыздар, 64 болса 64-ті басып өтіп жүктеп аласыздар. Дәл қазір мен сіздерге қалай жүктеп алып, қалай орнату керектігі жайлы видеоларды жеке-жеке түсіріп беретін боламын.